Ассаляму алейкум. Бүгін біз котлеттерді жаңа әдіспен дайындаймыз. Терең ыдысты алыңыз. Онда 100 грамм пиязды үкіштен өткіземіз. Содан кейін 3 ас қасық кептірілген нанның ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 2 жұмыртқа қосу керек. Және маринатталған қиярды үкіштен өткіземіз. Менің қиярларым кішкентай болғандықтан мен 5 дана алдым. Ең соңында 500 грамм тартылған еттінен саламыз. Содан кейін 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш себу керек. Қолмен жақсылап араластырамыз. Тартылған етті біраз ұрып тастаймыз. Нәтижесінде қуыру кезінде сіздің котлеттеріңіз жарылып кетпейді. Котлеттердің пішінін келтіреміз. Бұны табаға алдын ала қызған майға саламыз. Оны түгелдей дайын болғанға дейін қуырмаймыз. Ең бастысы қыртыстың пайда болуы және барлық ет шырыны ішінде қалуы керек. Сондықтан да жоғарғы отта әр жағын 1 минуттай қуырамыз. Содан кейін барлық котлеттерді пісіру формаға салыңыз. 200 градусқа дейін қыздырылған пешке 10 минутқа қою керек. Бұл әдісіміз өте жақсы, өйткені әдемі қыртысы бар котлеттер шырынды ішінде сақтайды. Сонымен қатар сіз оларды бірден ыстық етіп дастарханға қоясыз. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз.